Амансыз ба? Амансыңдар ма? Келіңіз, түрлетіңіз. Шай дайын, қазір. Бану, осы сендер қызықсыңдар. Кеше Мұстафа келіп менен ақша алып кетті. Ақшаларың жоқ болса сонша, неге бала таба бересіңдер? Бұл енді Құдайдың бергені ғой, апа. Адам деген ойлану керек қой. 21-ші ғасырда өмір сүріп жатсыңдар. Медицина дамыған, дәрігерлер көп. Сонда мен айтуым керек па? Сіз қызықсыз, апа. Бәрі маған байланысты емес қой. Мұстафа көп баласы болғанын қалайды. Ақмақ ол. Ойланбай ма кішкене? Көп баланың болған несі жаман, апа? Ауылда тұрып жатқан жоқсыңдар. Баланы туып шаша салатындай. Апа, Мұстафа жанұяда жалғыз өскеніне қазір өкінетінін айтады. Не ойнайтын адамы жоқ, не қорғайтын адамы жоқ. Жалғыз өстім деп ылғи айтып отырады. Жалғыз өскеннен қиналып па? Рахмет айтпай ма? Оның арманы да осы. Көп баласы болғанын қалайды. Жалғыз өстім деп ылғи айтып отырады. Оны да түсінуге болады. Сонда біз оған дұрыс қарамаппыз ба? Барлық тапқан таянғанымызды аузына тостық. Сондағы естіген сөзіміз осы ма біздің? Ол сіздерді бағаламайды деген сөз емес қой, апа. Мен бүкіл жастығымды соған арнадым. Ал оның айтып отырғаны мынау. 4 қызым бар, апа. 4 құбылам түгел. 2 иығымнан демейтін 2 ұлым бар. Сұмдық-ай. Тағы ма? Шулап жүгіре бермесіндерші бәрің. Мына сабаққа бармайтын кішкентайлардың бәрін немене ерте тұрып алған, Бану? Бұлардың әдеті емес пе? Мұстафа шырынын алып берші мына қызға. Айдана, балабақшадан қаласын. Бол дер. Болды, өзім әперем, е. Рахмет, жаным. Жұмыстан қалғаным былай тұрсын. Енді киім ауыстыру керек болды ғой. Енді байқамайсың ба? Бану, көп көлігім қайда? Үтіктеп қойғам, қарасаңшы. Ту, Айдана дейм, неге сөз ұқпайсың? Мама, ұмытпай тұрғанда күнделікке қол қойып беріңізші. Күнделікке? Қай жерге қол қою керек? Мына жерге. Әкелерің жұмыстан қалдыратын болдыңдар. Кәне қыздар, болыңдар жылдам. Мен көлік тоқталдыра берем. Бану, кездерші аналарды. Болшы. Иә, бара бер. Болыңдар дедім ғой сендерге. Мама, айым маған тиісе береді. Айым, неге тиісесің? Айша, сен неге сылып отырсың? Болыңдар, әкелерің күтіп тұр. Айым, бүгін машинаның алдына мен отырамын. Жоқ, мен отырамын. Сен күнде отырасың ғой. Айым, Айша, сендер бір үйдің балалары емессіңдер ме? Кішісі үлкен тыңдау керек. Ылғи айтам, ақылды болыңдар деп. Жарайды, мама. Бол, Айдана, балабақшадан кетіп қаласың. Бар тез. Баласыз үй қумазар дейтін қазақтың ауыр мақалы Мұстафаның жанұясын баяғыда айналып өткен. Бұл шаңырақта бала күлкісінің үні көбеймесе азайған емес. Себебі бұл әкенің талабы мен ананың қалауынан туған махаббаттың жемісі. Мұстафа өз балаларының көптігімен мақтанатын, өзін қашанда асқақ сезінетін. Ал Бану үшін әр баласы бақытты өмірдің баспалдағын апаратын жолдай көрінетін. Мұстафа! Ау, Басеке. Қайда жүрсің осы уақытқа дейін? Кешіріңіз аға, біраз кешігіп қалдым. Осымен нешінші рет кешігіп жатырсың? Мына жұмыстағы не? Ойыншық па? Жоқ, оны дегеніңіз аға. Онда не болды тағы? Балаларымды мектепке апардым аға. Кішкентайымды балабақшаға үлгере алмадым сосын. Мұстафа, балаң көп, үлгермейсің. Түсінем. Бірақ жұмыстың аты жұмыс. Маған да қызметті жақсы істейтін жауапты адам қажет. Кешіріңізші аға, енді кешікпеймін. Иә, қайталанбасын. Әйтпесе, маған ренжіме. Түсінгеніңізге рахмет. Енді қайталанбайды аға. Әй, осы біздің келін тағы да бала табын дей ме? Табады аға. 7-ші балам болып қалар. Мен қазір қағазды алып келейін. Иә, бар. 7-ші бала дейді.
Жасымайды өзі. Айткүл, ренжімеші, тағы да сені шақырттым ғой. Мына үшеуін бірдей ертіп жүру қиын. Өй жарайды, ештеңе етпейді. Ақыр үйде бос отырма ғой. Автобуспен жеткенше жаның шыға жаздайды. Мазасыз ғой үшеуі. Сен өзің кішкентай кезде мазасыз болғансың, саған тартқанда. Бүгін төлемесек жарықты қияды. Алаңдамай бара бер, түсінемін ғой, өзінің де 3 балам бар. Қайта үшеуі мектепте. Айтпесе, бір-ақ күнде шашыңды ағартады менің қыздарым. Саған рахат, балаларың үлкейді. Қазір тәуба, шынымен, балалар үлкейді. Сенің де балаларың ертең өзіне көмекші болады. Бұлар көмекші болам дегенше мен қартаятын шығармын. Уақыт өтеді де кетеді. Қызықтың бәрін балаларынан көресің әлі. Бүгін Мұстафа ренжіп кетті. Қайта-қайта осы қыздар деп жұмыстан қала береді. Кейде Мұстафа балалары көп болғанына қашып кететін сияқты. Неге олай айтасың? Әлде солай айтты ма? Жоға, айтпайды ғой. Бірақ шаршаңқы түрін көргенінде өзім солай ойлаймын. Еркектердің бәрі мазасыз келеді ғой. Ештеңе етпейді. Жақсы. Бол, мен қазір тез келем. Алаңдама, бара бер, қарай тұрам балаларына. Балалар, әкелеріңді қажыта берсеңдер бір күн қашат та кетеді. Сабақтарың қалай болды? Жақсы ма? Жүр кеттік. Мен отырам. Тағы да алдына сен отырасың ба? Мен отырам. Мен отырам. Осы сендер неге бір-бірлеріңе тиісе бересіңдер, а? Болды енді қойыңдар, шуламаңдар. Жалғыз болсам ғой, өзім ылғи да алдына отырушы едім. Көп бала болған қандай жаман, барлығымен бөлісу керек. Қой қызым, олай деме. Ертең өскенде сендерге бәрі қызығатын болады. Мұстафаның қыздары қандай ақылды деп айтатын болады. Ертең жан-жаққа кетесіңдер, сонда бір-бірлерін сағынасыңдар. Сондықтан тату болыңдар, жарай ма? Жалғыз болсам өзім жеке бөлмем болушы еді. Айым, бүгін алдына Айша отырсын, ертең сен отырасың. Жарай ма? Бану, қалайсың? Жақсы, шүкір. Асығып келесің ғой? Я, балаларды уайымдап. Өзің көп бала туып алып, енді басын қатып жүрсің. Бұйырғаны ғой, әйелің қайда? Түркияға демалуға жібердім. Қалай? Өмір сүруге ақшаларың жетіп жатыр ма? Оған неге алаңдай қалдың? Мен осы сендерді түсінбеймін. Несіне осыншама көп бала табасыңдар? Сосын ақшаларың жетпей жүреді үнемі. Дәркен, сенің шаруаң қанша? Сенен нан сұрап отырған жоқпыз қой. Дүкеннен қарызға алсақ та жауып отырмыз. Ойтып 6 баланы топырлатып тауып, тәрбиеші жібергенше бір 2 баланы тауып, жақсылап тәрбиелеп өсірмейсіңдер ме? Менің қай балам саған тәрбиесін көрсетті, а? Қойыңдаршы сендерді. Мұстафаның 6 баласының тату тіршілігіне көрші Дәркеннің іші күйеді. 8 бірдей жанның аядай үйде қалай тату тұратынына таң қалады. Ол үшін көп балалы болу өз өмірінің ләззатын өз қолыңмен кесіп тастаудай көрінеді. Бану, келдің ба? Осы көрші Дәркеннің не жұмысы барын түсінбеймін. Барлық жерге қыстырылады да жүреді. Мені асырап жүргендей бүкіл көңіл күйімді құртты. Не дейді сонда? Немене бала туа бересіңдер дейді? Бір жағынан оныкі дұрыс қой. Қазір баланы асырау оңай емес. Балалардың қажеттіліктері де көп. Я, дұрыс айтасың. Сен біздерді жынды деп ойлайтын шығарсың, бірақ бізге балаларымыздың көп болғаны ұнайды. Өмір сүруді де ойлау керек. Мына балалардың бәрін аяқтандыру оңай емес. Қазір кішкентай, ертең өсе бастағанда қиналасың ғой. Білем? Мә, Бану, әлі бала табатын ойың бар ма сонда? Ойым бар, Айткүл. Жарайды, мен үйге қайтайын.
балалардың сабақтан келетін уақыты болып қалды. Шашып кетсеңші. Жоға, рахмет. Балалар ұйықтап жатыр, мен қайтайын. Жақсы. Келдіңдер ма? Қолдарыңды жуыңдар. Даладан келдіңдер ғой. Кел. Кішкентайлар қайда? Шаршап ұйықтап қалды. Жұмыс қалай болды? Ану, мен бүгін бастықтан сөз естідім. Тағы да кешіп қалдың ба? Иә, мына қыздармен әбден бөгейтін болды. Жарты сағатқа тура кешіктім. Айттым ғой саған, жүргізуші куәлігін оқып алайын деп. Өзім-ақ аппаратымен балаларды. Қайдағын айтпашы. Кішкентайға кім қарайды? Көлікке салып алам. Несі бар? Алтауын бірдей қайда сидырасың? Сен не, балалардың көп болғанына мені кінәлайын деп тұрсың ба? Мен саған кінәлісің дедім бе? Сондай сөз айттым ба? Оны неге олай сөйлейсің? Алтау болса да, жетеу болса да, сенің балаларың жұмыстан қалғаныңа мен кінәлімін бе? Ану, таңертең неғып ерте тұрмайсың? Мен жұмысқа шығар кезде бәрі неге дайын тұрмайды? Мұстафа, онсыз да мен таңғы 6-да тұрамын. Үшеуін мектепке дайындаған оңай дейсің бе? Қалған үшеуі оянып алады. Маған не дейсің? Айым, Айша, Айдана, келіңдер шай ішеміз. Бұл Мұстафаның Бануға және өз балаларының көптігіне ренжи, алғаш ашу шақырған түр еді. Бану да жалғыз асыраушысының өз шаңырағының асқар тауының мұндай назын терең түсінгендей еді. Бірақ ертең таңертең Мұстафаның бұл мінезінен дақта қалмайтынын, оның қыздарын еркелетіп, күліп жүретінін де ол өте жақсы білетін. Қыздар, енді жыл сайын осы аулаға тал егетін боламыз. Жарай ма? Әке, мен су әкелейін. Жарайды. Алтыным сол. Құдай бере салған тәп-тәтті өздерің сияқты 6 балам бар. Енді маған тал егу ғана қалды. Алақай, әке, топырағын мен көрмейінші. Жарайды. Қазір нағыз тал егетін уақыт. Ал, Айдана, талды алда. Былай, тік ұстап тұр. Ұстап тұр, тік ұста. Ұстап тұр, тік ұста. Ал енді осылай мынау түбін таптау керек. Талдың тамырына ауа кірмеу керек. Ұқтыңдар ма? Әке, мен су құяйын. Жарайды. Айымға бер, айым құйсын. Айым, құя қой. Ай, жарайсың. Ал қыздар, мына талдың атын Айым деп қоямыз. Неге Айым? Айша деп қояйықшы. Келешілік кенде Айша деп қоямыз. Әке, мына талды айналайық. Шырша сияқты, сонда тал тез өседі. Оны саған кім айтты? Балабақшадағы тәрбиеші апай. Алтыным сол, сенің тәрбиеші апайың бәрін біледі екен, Ал Айым, өлең айт. Жоқ, мен айтам өлең. Жарайды, кел. Талым өсе ғой, талым арайлым. Күнде саған су құйып, өзім келіп қараймын. Ассалау дедік, Мұстафа. Қалың қалай? Жақсы, Құдай деп. Қайда шықтыңдар? Қызымды тауға апарып серуендетіп келмесем, әлгі қиял әлемім тауда ашытты ғой. Дұрыс екен. Сол жақсылап бір демалсын деп. Жақсы. Соның өзіне 20 мыңдай ақша кетіп қалады екен. Бірақ өмір бір-ақ рет келеді ғой. Бала кішкентай кезінде бар жақсылықты, бар байлықты көріп өскен дұрыс емес па? Мұстафа, сен осы қалай қорықпайсың, 6 баланы бағу қиын ғой. Асырайым, Дәркен. Баланың көп болған жақсы ғой. Жоқ, мен түсінер едім, егер пәтерің өз меншігінде болса. Пәтерін жалдап отырсың, төленбеген несиең бар. Қыздардың анауы бар, мынауы бар. Қыздарыңның көп болған жақсы, Дәркен. Кейін өскенде солардың үйін қыдырып жүріп өмір сүрем. Ал енді сен не істейсің? Мен есесіне
жақсы оқуға түсіремін, жақсы жерге жұмысқа орналастырамын, өмірдің барлық жақсы тұстарын көрсетемін. Сапаға қарау керек, көрші, сапаға. Сен не Дәркен? Менің қыздарым қараң қалады деп отырсың ба? Енді 6 баланы бағып өсіру оңай деп ойлайсың ба? Дәркен, менің қыздарымның тәрбиесінде менің баламның көптеген шаруам болмасын, түсіндің бе? Мұстафа, сен тіпті сөзге жүре алмайды екенсің ғой? Бар жазығым ақыл айтқаным ба? Ол менің өз шаруам. Қыздар, кеттік жүріңдер үйге. Бану, бері келші. Бану, кешірші мені. Менің қолымнан түк келмейді. Неге олай дейсің? Сен қолыңнан бәрі келеді. Осы жасқа дейін басымда баспанам жоқ. Пәтер жалдап жүрміз. Қой деймін. Саған да бір әйел ғой деп жақсы қарамадым. Елдің әйелдері шетелге барып демалып жатыр. Ал мен болсам сені мына тұрған Қапшағайға да апармадым. Бәрі болады, бәрі де жақсы болады. Таңертең Дәркен дұрыс айтты ма деп қалдым. Біз қандай тәрбие береміз мынандай көп балаларға? Шамамызға қарамаймыз. Көресің әлі, біздің балалар тату болып өседі. Оған дау бар ма, Бану? Бірақ лайықты білім бере аламыз ба? Бала сияқты қалаған әпер аламыз ба? Жағдай жасай аламыз ба? Бәрі болады. Осының бәрін ойласам өзегім өртенеді, Бану. Баланың көп болғаны жақсы ғой, бірақ жағдай жасап алмай қиын екен. Ертең балаларымыздың қалаған оқуын оқталмай жатсақ қайтеміз? Білмеймін. Көп балам болса дедің, арманыңды орындадың. Жарайды. Бір мәнісі болар. Осылар үшін өмір сүріп жүрміз ғой. Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Мына заманда қатарынан қалмас үшін бәрін жасаймын. Мен оны білем. Ал, ұйықта, ертең ерте тұрасың ғой. Балаларды қарап келейін. Әр баланың өз несібесі бар. Көрші Дәркеннің тікенек сөздері Мұстафаның тыныш өміріне қозғау салып жібергендей еді. Сондықтан болар, ол өз жүрегінде барлық балаларын қалай бақытты қылудың жолдарын ұзақ-ұзақ ойлап жатты. Мама, мен сіздерді жақсы көрем. Білем жаным, ұйықтай ғой. Түнде әкемді қымтап жауып қой, көрпесі ашылып тоңып қалмасын. Жарайды. Айым, зал бос тұр ғой. Неге бір екеуің барып диванға жатпадыңдар? Бір үйдің балалары бір бөлмеде ұйықтау керек. Неге? Кейін түсінесіз. Ой, ақылдысың-ай. Ал, ұйықтай ғой. Кішкентай бауырыңды қымтап жат, жарай ма? Жарайды, қайырлы түн, мама. Мұстафа, мен сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Жауап бере алсам сұраңыз аға. Шыныңды айтшы, Мұстафа. Осыншама көп баланы Қазақстанның демографиясына үлес қосу үшін тауып жатсыңдар ма? Қалай десем екен? Әлде абайсыз да көбейіп жатыр ма? Сыдық аға. Жоспарсыз дегенім ғой. Менің демография туралы ойлауға да мұшам жоқ. Тіпті балам көп деп ойлауға да мұшам жоқ. Құдайдың бергені ғой. Иә, Құдайдың бергені. Білесіз бе, 6 баламның біреуі болсын, кешке ерте ұйықтап қалса, мазам кетеді. Бірдеңе жетпей тұрған сияқты.
Әрқайсының орны бөлек. Құдайға шүкір, 4 қыз 2 балам бар. Маған одан асқан қандай бақыт керек? Қызық ойлайсың, Мұстафа. Бізге де 2 бала тауып алып тыныш отыра беруге болар еді. Бірақ олай болғанын қаламаймыз. Түсінесіз бе? Мына өмірде не қызық бар? Байлық па? Ақша ма? Әлде жан тыныштығы ма? Бәрі далбаса. Мен үшін, адам үшін бақытты болу үшін үйінде көбірек баланың дауысы естілу керек. Мысалы, менде бір-ақ бала. Тағы біреуін тауып алайық десем, әйелім оны қалай асыраймыз деп шырылдайды. Өтемістен туған он едік. Онымыз атқа мінгенде жер қайысқан қол едік деген Махамбеттің өлеңін білетін шығарсыз. Өздерінің көптігіне қандай мақтанышпен айтылған өлең? Айтыңызшы. Мұстафа, мен сені басында түсінбейтінмін. Қазір ойлап қарасам, сен ақылды екенсің. Бақыттың кілті бала ғой, аға. Бану, келесі айға ақшамыз бар ма? Жетіп қалар. Айым балалар лагеріне бармайтын болды. Неге? Барсын, ақшаны өзім тауып берем. Бармай қойайыншы. Неге? Барып кел, қатарынан қалма. Бізді уайымдамаңыздар, сіздерге өкпеміз жоқ. Біз көппіз ғой, ақшаны көп жұмсай бермеңіздер. Кейін кішкене өскен соң сіздерге ақша табуға көмектесеміз. Сен үйреттің бе? Жоға, өз соңғы кездер үлкен адамдар сияқты сөйлейтін болған. Ойландырып бастады ғой. Болды, тамақтарын ішіндер. Данышпан шеттерінен үздер. Ше ғой. Көп баланы қайтесіңдер деген көлденен кездескен қай пенденің болсын сөзін Мұстафа да Бану да түсінбейтін. Дастархан басында улап-шулап отырып, ас ішу, ескіліктің сарқытына айналып бара жатқан мына өмірде бабалардың аманатын орындап жатқан жалғыз жанұя тек осы Мұстафаның отбасындай көрінетін. Амансыз ба? Амансыңдар ма? Келіңіз, түрлетіңіз. Шай дайын, қазір. Бану, осы сендер қызықсыңдар. Кеше Мұстафа келіп менен ақша алып кетті. Ақшаларың жоқ болса сонша неге бала таба бересіңдер? Бұл енді Құдайдың бергені ғой, апа. Адам деген ойлану керек қой. 21-ші ғасырда өмір сүріп жатсыңдар. Медицина дамыған, дәрігерлер көп. Сонда мен айтуым керек па? Сіз қызықсыз, апа. Бәрі маған байланысты емес қой. Мұстафа көп баласы болғанын қалайды. Ақмақ ол. Ойланбай ма кішкене? Көп баланың болған не жаман, апа? Ауылда тұрып жатқан жоқсыңдар. Баланы туып шаша салатындай. Апа, Мұстафа жанұяда жалғыз өскеніне қазір өкінетінін айтады. Не ойнайтын адамы жоқ, не қорғайтын адамы жоқ. Жалғыз өстім деп ылғи айтып отырады. Жалғыз өскеннен қиналып па? Рахмет айтпай ма? Оның арманы да осы. Көп баласы болғанын қалайды. Жалғыз өстім деп ылғи айтып отырады. Оны да түсінуге болады. Сонда біз оған дұрыс қарамаппыз ба? Барлық тапқан таянғанымызды аузына тостық. Сондағы естіген сөзіміз осы ма біздің? Ол сіздерді бағаламайды деген сөз емес қой, апа. Мен бүкіл жастығымды соған арнадым. Ал оның айтып отырғаны мынау. 4 қызым бар, апа. 4 құбылам түгел. 2 иығымнан демейтін 2 ұлым бар. Сұмдық-ай. Тағы ма? Айша, телефонда кел. Жедел жәрдемге хабарласайық. Алло, жедел жәрдем?
Ал, балалар, кіріңдер, мамаларың болсын деген. Келе қойыңдар, келе қойыңдар. Ой, жандарым, бәрің келдіңдер ма? Кішкентай қыз қайда? Ол мамамен бірге қалды. Мама, сіз тағы да бір бөпе туасыз ба? Иә, 6 балалы жанұя едік, енді 7 балалы жанұя боламыз. Мама, біз сізге гүл әкелдік. Балабақшадағы тәрбиеші апай айтты, егер мамаларына гүл сыйласаңдар, ұл туады деді. Ой, сенің тәрбиеші апайың осы көріп келеген таныстыршы менімен. Ол үлкен кісілермен таныспайды. Үлкен кісі деп қояды. Мен не, шалға ұқсаймын ба? Шал боласыз ғой кейін. Болды енді. Гүлдеріңді беріңдер. Ой, алтындарым. Ой, жандарым сол. Үлкен рахмет. Әкеліңдерші, беттерін сүйіп қояйын. Кәні, Кәне? сендер. Ой, алтындарым. Ой, жандарым сол. Ой, жарқыным. Құтты болсын. Ой, рахмет. Қандай әдемі гүлдер әкелгенсіңдер, а? Ал енді, не дейміз? Тағы да бір қыстап. Бұл көп балалы болсақ деген отбасының жаңа бір арманының бастамасы болатын. Өмірге келетін сәби де олардың бұл арманын еселей түсетіні анық еді. Бұлардың шексіз қуанышын Мұстафаның анасы Сәлима түсіне алмады. Бірақ жүрегінің түкпірінде Мұстафаға аса қарсы емес екені де білініп тұратын. Мұстафа, сен маған бір қой бересің. Бір қой? Жоқ, бір сиыр. Жоқ, жылқы бересің. Жылқы сүйінші ме? Немене мал түгендеп кеттіңіз, аға? Ай, қойшы, ештеңе бермей-ақ қой. Жаңа үйіңе қонаққа шақырсаң болды. Жаңа үй? Қайдағы жаңа үй? Ай, ұмытып кетіппін ғой саған айтуды. Саған өкімет үй береді. Үй? Маған? Не үшін? Ой, мынау жынды ма? Кеше жиналыста басшылар үй алып алайық та 3 қызметкеріңді айт деді. Мен бірінші сен айттым. 6 баласы бар, бұйырса 7 болады дедім. Аға, қалжыңдайтын нәрсе емес қой бұл. Ой, болды. Дайындал. Мен кеттім. Мұстафа, айтшы, екеуміз үйленгенде 6 баланың анасы болам деп ойладың ба? 7 бала деп айт, Бану. Иә, 7. 6 бала. Кейбіреулер мені есауысқан деп ойлайтын шығар, Бану. Бірақ мен балаларымды шынымен қатты жақсы көремін. Мен үшін әрқайсының орны бөлек. Иә, солай шығар. Баланы көптеп сөгетіндер айта берсін. Әркімнің өз түсінігі өзіне, бірақ мен үшін осы бақытым қымбат. Мен бақытты әйелмін. Балалы үй базар. Әр балажан адам осыны түсінетін шығар. Бақыттың кілті бесікте, Бану. Бақыттың кілті тек қана бесікте. Анан қарашы. Тағдырдың кедір бұдыр жолдарын кесіп өтіп, мынау өмірдің иірімдерінен топты баласымен бірге именбей жүзіп өткен Мұстафаның көңіл күйі адам айтып жеткізе алмайтындай әлеммен астасып жатыр еді. Ол бір-біріне тығылыса отырып, жарқын-жарқын күлген балаларына өздерінің жаңа үйі болатынын қалай жеткізерін білмей, қуаныштан жарылардай халде отыр еді. Ол үшін бұл өмір тым тамаша болады.
Не қарайсың? Мен жаңа көрдің ба? Ай, басым. Осы не керек өзі? Сабағымды оқыдым. Әке, сабағымды оқып қойғанмын. Әке, тиіспеңізші оған. Әке, тиіспеңізші. Әке, тиіспеңізші. Өзім білем, сатам ба, сатпайым ба. Өзімнің затым. Түсіндің ба? Әке, тиіспеші. Сені шек көрем. Әйелі ауыр науқастан көз жұмғалы, ержан ішкілікке салынды. Үйдегі дүние мүлікті бір шиша араққа айырбастауды әдетке айналдырған әке тағы да мас боп келіп, таңға жақын көз ілген, әлі оянған жоқ. Анасының қайғысы аздай, енді ішкі шәкенің ессіз қылығы жан ботаны ерте сейтіп жібергенде. Жанбота, тұрш. Су әкеш басым сынып барады. Тамақ іштің бе? Үйде жейтін ештеңе жоқ. Нан да жоқ па сонда? Дүкеншіге бар да қарызға сұра. Сатушы қайт. Әкем жұмысқа тұрғасын қайтарады деп. Тез, бар. Әке, ол бермейді. Өткенде сіз ара қалыпсыз ғой қарызға. Соны қайтарсын деді. Барғым келмейді, әке. Отырады осылай. Жоқ ақшаны қайдан тауып береміз саған? Басым. Әй, басым. Осындайда бір жарты болса ғой. Бұны түсінетін қыз бар ма? Ай, басым. Сәлеметсіз бе, әже? Беріңіз, мен көтерейін. Аман бірсің. Өзіміздің Жанбота келсін ғой. Айналайын, келгенің қандай жақсы болды. Әйтпесе әзір келе жатыр едім. Мына сөмкелерімде ауыр. Жанбота, көңіл күйің жоқ қой. Әкең тағы мас болып, мазаңдалып жатқан жоқ па? Әкең жақсы адам. Тек ана арағын қойса, түріңе қарасам, тамақ ішпеген сияқтысың. Қазір. Жоқ, әже, нан болса. Ой, айналып кетейін. Сендей қамқор баладан нені аяйын? Нанды да ала ғой. Рахмет, әже. Мына алма да сенікі. Рахмет, әже, сізге. Айналып кетейін. Енді демалып болсақ қанекей, үйге қайтайық. Жанбота. Ой, Жанбота. Мына қыз қайда жүр? Жанбота. Тірісің бе?
Бұндамын деп айтпайсың ба? Әке, келіңіз шай ішеміз. Сабағың қалай қызым? Жақсы ма? Әке, бәрі жақсы. Кеше математикадан 5 алдым. Апай мақтады мені. Үй тапсырмасын сыныпта мен ғана орындадым. Жарайсың қызым. Сабақты жақсы оқу керек. Әке, ертең ата-аналар жиналысы болады. Соған апай сізді міндетті түрде келсін деді. Барасыз ба? Үйде жейтін ештеңе жоқ па? Бұл үйден еш нәрсе таппайсың. Жоқшылықтан көз ашпайтын болдық қой. Әке, барасыз ба деймін? Әке! Ой, не деген адамсыз? Жауап беруге болмай ма? Шаршадым. Ал балалар, сабағымызды бастаймыз. Үй тапсырмасына кім дайын? Тыныш. Сабаққа дайындалғандарыңды көріп тұрмын. Қазір журнал бойынша... Жанбота, үй тапсырмасын орындадың ба? Қане, алып кел дәптерін көрейін. Тамаша, барлығын дұрыс орындапсың ғой. Неге қол көтеріп айтпай отырсың? Айтқым келмейді, апай. Жарайды, түсінікті. Ал кеше ата-аналар жиналысына әкең келген жоқ қой. Айтып бедің, неге келмеді? Әкемді жұмысынан жібермей қойды. Келесіде келеді. Жанбота, әкең арақ ішудің қол босамай жүрген шығар. Келмейді ол. Тыныш, тәртіпсіздің үшін 2 қоям. Жарайды, ала қой. Отыр қой. Сабағым жалғастырайық. Келесі Айша. Жанбота үйге қайтуға асықпайтын. Оны үйде құшақ жая күтіп отырған ешкім жоғын жақсы біледі. Сондықтан оның мектеп алдында өзі сияқты балалардың ата-аналарымен кетіп бара жатқан сәтін қалт жібермей, үнемі бақылап отыру үйреншікті әдетіне айналған. Басқаның бақытты сәтіне қызыққан бала көңіл тағы да көңілсіз үйге қайтты. Кетай, үйге барайықшы, жүріңізші. Жако, сен кімсің, мен апаратың? Өзім барым. Әке, мас боп қалдың ғой, үйге барайықшы. Жібер! Бар үйге. Ержан, не мынау? Өңшеу сүмбелектер. Кетіңдер, қазір полиция шақыртамын. Бота, мас қой жаным. Үйге барайық. Бұлардың кесір тиіп жүрер. Көрші апа, сізден бірдеңе сұрап жатырмын ба? Сізге бірдеңе деп жатырмыз ба? Неңіз бар? Араласпасаңшы. Ержан, мына жалғыз қызыңды аясаңшы. Арақ сенің не теңің? Апа, ішсем өз арағымды ішіп жатыр. Сізден ақша сұрап жатырмын ба? Неңіз бар? Бірдеңе сұрап жатқан жоқпыз, Құдая, неңіз бар? Араласпасаңшы. Намысшылың өзінің. Кетші бар. Сен ішкішпен ұрсып тұратын уақытым жоқ. Не бар? Жанбота,
Кешірші, әкең мас болып қалды. Ішпеймін енді. Қоям бәрін. Әке, бұл не үшінші өзен? Әке, ішпесең қандай кереметсің? Бір кездері ана құшағында еркелеп жүрген елгезек балаға бүгінде жансыз сурет кәдімгідей жұбаныш. Осыдан 3 жыл бұрын еркеліктен жылаушы еді. Ал қазір бәрі өзгерген. Жыламайды, бәріне төзеді. Тек анасына деген сағыныш қана жанына маза бермейді. Мама, мен сені қатты сағындым. Сәлеметсіңдер ме? Отырамыз. Ал балалар, үйге қандай тапсырма берілді? Шығарма беріңіз, менің отбасым деген тақырып. Жақсы. Үй тапсырмасы менің отбасым деген шығарма, я? Кім дайын, кім оқиды? Қазір сабақты. Жанбота айтсыншы, Жанбота. Ортаға кел, оқи қой шығармаңды. Ал, баста. Менің отбасым. Мен отбасымды жақсы көремін. Менің анам әрқашан қасымда. Сабақ үйретеді. Мен бұзық болсам, бұрысқан емес. Үнемі күлімсіреп тұрады. Мен оған еркелеймін. Ол мені түнде құшақтап ұйықтайды. Ал менің әкем өте жақсы адам. Ол бос уақытында маған көмектеседі, қыдыртады. Әкем ешқашан ұрыспайды, ақылын айтады. Әкемнің бос уақыты жоқ. Ол көп жұмыс істейді. Біз бақытты отбасымыз. Жарайсың, Жанбота. Жақсы жазыпсың. Отыра ғой, 5. Келесі кім оқиды? Ал, Аружан шыға ғой ортаға. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жанбота, үйге кір, ағыңмен сөйлесіп алайын. Қандай шаруамен келіп едіңіз? Осы қыз ғой. Жанбота ғой, Иә, Жанбота, жалғыз қызым, қамқоршым. Ержан мырза, ішімдік ішуді қоймасаңыз, біз қызыңызды алып кетеміз. Одан да мемлекеттің қарауына өткізіңіз. Тыныш сол. Әрине, енді ішпеймін. Бұдан былай бала тәрбиесіне көңіл бөлемін. Жалғызым ғой өйткені. Соңғы рет ескертемін, Ержан мырза. Ішімдік ішуді тоқтатпасаңыз, баланы бұл үйге қалдыруға болмайды, түсінікті ме? Түсінікті. Мен күйіктен ішем ғой. Әйелім қайтыс болған. Жұмыс та жоқ. Әйтпесе мына заман арақ ішетін заман байтыңызшы. Жақсы. Бұдан кейін көріспейміз деп ойлаймын. Әрине. Енді қонаққа келесің үйге. От тапсың. Ішем ба, ішпейм ба, өзім білем. Осылардың жұмыс жоқ сияқты, елді аңдығаннан басқа.
жатыр? Қорқынышты. Фу, түрін-ай. Қолында кітабы бар. Оқымысты қаңғы бас. Әке, мұнда не істеп жүрсіз? Қызым, мына кітапты ұмытып қалыр кетсің. Алағай. Кітапты сұраған жоқпын ғой, әке. Оқушылар қарап тұр, кетіңізші. Өзім де білген. Қызым, қарызға ақша жоқ па? Басым сынып тұрды. Менде қайдағы ақша, әке? Жоқ. Олай болса, апайынан сұрашы қарызға. Мен сұрады деп айтпай жүрейін ба? Жанбота! Жанбота! Мына ғана кезін тыңдамайтын болыпты ғой. Үйге келгеннен көресің. Жанбота, сен өте ақылды қызсың. Ал ақылды қыздар жыламайды. Көресің әлі, әкең арақты қойып, бәрі жақсы болып кетеді. Тамақтандың ба? Не, Жанбота, мына туған күнге берген сыйлығым қайтарам деп ойлама. Жоқ, керек емес. Әкем ұрсады. Жанбота, ала ғой. Асханадан түстеніп қайтасын. Ал. Рахмет, апай. Жоқ, үйге нан тауым керек. Кем дүние-ай. Анан кеткелі мына үйдің де күйі кетіпті ғой. Жанбота, анаң керемет адам еді. Тағдыр ғой қызым, қайтесің. Негізі әкең де жаман адам емес. Шөлмектің ішіне сыйған ащы су адамның ішіне сыймайды да. Ішпесе қолы алтын ғой. Мінезі қандай керемет. Қызым, әкелген тамақтарымды тоңазытқыға салып қойдым. Етті кешке өзім келіп пісіріп берем. Қарның ашып қалмасын, қызым. Амансыз, папа? Аманбыз. Ержан, мына жүріс не? Қашын адам боласың? Апа, өзім білем. Араласпаңыз. Менің үйіме келіп билік соқпаңыз. Неге кіресіз үйге? Әке, қойшы, әжем бізге тамақ әкелді. Ұрыспаңызшы. Ержан, келсем мен саған келгенім жоқпын. Жанботаға келдім. Өйтіп әкіріңден мен маған. Сен бер шақырған, беріп жібер тамақтарын. Керек емес. Шығыңыз үйден. Кетсек кеттік. Мен бұл үйге байланып қалды дейсің ба? Кешіріңізші. Айналайын, Жанбота. Арақтың кесірі ғой. Кешірмегенде айналып кетейін. Жанбота! Өй, Жанбота! Не әдетін демей қалатын? Қызым! Қызым! Естисің бе?
Шырағым, неге олай қарайсың? Маған оңай дейсің бе? Маған қарама жолай. Мені жалғыз тастап. Бақыттысың ба? Бақыттысың, е? Ал мен бақытсызбын. Сені ұмытқым келеді. Ұмыта алмаймын, жан. Сенсіз өткен күндердің бәрі жалған. Сен ойлап, арақ ішем ғой. Соны жұрт түсінсін ба? Жанботаға қарамат деп өкпелеп жүрген шығарсың. Кешірші. Кешірші. Саламатсыз ба? Гүлжан деген апайсыз ба? Сәлеметсіз бе? Иә, Гүлжанмын. Сіз танымадым, кімсіз? Мен Жанботаның әкесі Ержанмын ғой. Қызымыз деп келіп едім. Солай ма? Дарынды алғыр Жанботаның сіз сияқты әкесі барын білмеппін. Кешіріңіз, енді жұмыс істегендей солай болып қалды. Өзіңізді алдап қайтесіз. Жанботаға кішкентай болса да көңіл бөлсеңіз, бүгінгідей іздеп келмеуші едіңіз. Жанбота қайда? Сабақта емес па? Сабақ әлде қашан аяқталды. Оқушылар үйінде қазір. Үйден іздеңіз. Жарайды. Жақсы сау болыңыз. Өтінем, қызыңыз алтын. Тәрбиесі мен білімі көпке үлгі. Бағалай біліңізші. Қазір оған қиын. Мен сізге мұғалім ретінде емес, достық пейілмен айтып тұрмын. Дұрыс түсініңіз. Түсіндім. Жақсы сау болыңыз. Жанбота, қарының ашты ма? Шаршадың ба? Әкемді сағындым. Үйге қашан жібересіз? Әкемді дейсің бе? Еш қашан. Үйде өз сен кім күтіп отыр? Әкем. Әкем? Әкеңнің сені ойлайтын уақыты да жоқ. Үйге барғым келеді. Не істейсің үйде? Не киетін киімің, ішетін тамағың жоқ. Одан да балалар үйі дұрыс емес пе? Киім, тамағың, бәрі өзің сияқты балалар. Ең бастысы бұл жерде ішкіш әке жоқ. Жақсы емес пе? Олай айтпаңыз. Менің әкем жақсы адам. Әкең жақсы болса, іздеп келмей ме? Қайда? Жоқ. Демек сені ойламайды. Мен кеттім. Бұл жерде Жанбота, отыр. Ешқайда бармайсың. Алло, бұл Берік қой. Сіз келе жатырсыз ба? Құжаттарды алып келе жатырсыз ғой. Жақсы, мен күтіп отырмын. Саламатсыз, папа. Амансың ба? Иә, айта бер. Апа, Жанботаны таппай жүрмін. Жанбота сіздің үйіңізде жоқ па? Жұрттың баласын бағып жүргенмін жоқпын. Біреудің отбасында не шаруам бар? Кешіріңізші, апа. Маған өкпелеп қалыпсыз ғой. Енді іші баған адам не демейді? Кешіріңізші мен, апа. Ержан, баламдай баласың. Саған жаным ашиды. Жалғыз қызыңдай ясайшы. Анасынан өлдей айырылып. Әкесінен тірілдей айырылды ғой. Не кінәсі бар? Кезінде қандай едің? Сырт көз сүйсінетін. Ал қазір қандайсың? Арақ ажарыңды кетіргенін неге білмейсің? Қане,
арақ ішкеннен шыққан бүйізің қайсы? Енді жүрісің мынау, балаңнан, қызыңнан айырылып. Өзіңе де сол керек. Апа, не деп тұрсыз? Жанботаға бірдеңе болды ма? Айтыңызшы. Баланы қайтесің? Соққа басын сопиып, енді міне жалғыз қалдың. Өзіңе де сол керек. Жоқ, апа, сенбеймін. Тауып беріңізші, сенбеймін. Ержан, несіне еңірейсің? Барында бағаладың ба? Өзіңе де сол керек екен. Апа, енді ішпеймін. Сөз берім. Арақты аузыма татып алмаймын. Тек Жанбота аман болсыншы, тауып беріңізші. Қайдан білейін? Кешіріңіз, апа. Мазаңызды алсам кешіріңіз. Сау болыңыз, апа. Ержан, тоқта. Қызыңның қайда екенін білемін. Қайда? Жанбота анау ше. Қайда? Қараусыз қалғандарды жинайтын полицей дей ма? Солар алып кетті. Мен алып қалайын деп едім, рұқсат етпеді. Дәл қазір бар, үлгересің. Жақсылығыңыз ешқашан ұмытпаймын, апа. Рахмет. Ай. Дер кезінде түсінсең ғой, ешкім дәуреге салмас едім. Жанбота қызым! Әке дейсің. Алғаш әкенің не керегі бар? Ол алқаш емес. Ол арағын қояды. Ол анамды сағынып жүр. Менің әкем алқаш емес. Ол түзеледі. Менің әкем керемет адам. Жанбота! Кешір. Кешір ақымақ әкең. Кешірем, әке, кешірем. Өмірімнің шырағы, сен жоғалтқым келмейді. Ержан мырза, сіз кешіктіңіз. Енді ол сіздің қызыңыз емес, үкіметтің қарауында. Жоқ. Мен қызымды ешкімге бермеймін. Ол менікі. Құжаттарға қол қойыңыз. Бұл не? Қараусыз баладан өз еркімен бас тарту туралы өтініш. Осыған қол қойыңыз, содан соң боссыз. Сіз не істеп жатырсыз? Неге жырттыңыз мынаны? Мені қызымнан айырудың ешкімнің құқығы жоқ. Мен енді арақты қоямын, ешкімге бермеймін қызымды. Әке, дұрыс айтасың ба? Арағын қоясың ба енді, әке? Мен сені жақсы көрем. Тастамашы мені, әке. Сенсіз қалай өмір сүремін? Кешірші мені, кешірші. Әкесінің құшағына көмілген Жанбота өмірдің бар ауыртпалығын бір сәтте ұмытып кеткендей болды. Жанбота әкесін қатты сағыныпты, жібергісі келмеді. Ол аш-шарақтың уыты тағы да әкесін өзінен тартып алардай құшағынан босатпады. Әкесі арақ ішпесе болғаны, оның басқа арманы да жоқ.
Қашан бітеді бұл? Балам астайым болды. Жұмысыңды кейін істейсің, жүре ғой. Мама, 4 жыл осы үшін оқыдым ба мен? Не болды? Не қылып жүрмін мен? Ауылға осы үшін келдім ба? Қалада болсам ғой осылай болмас еді. Жібергім келмейді. Сіздің кесіріңіз бәрі. Жалғыз бала деп. Отыр енді осылай. Былай тұрыңызшы. Бауырым, қалайсың? Сіз мені басқа біреумен шатыстырып алдыңыз ау деймін. Ал ендіше. Асқар? Қалайсың бауырым? Қалың қалай? Денсаулық қалай? Жақсы ма? О, жақсы бауырым, өзің қалайсың? Шүкір, аман есен. Қалай, не істеп жүрсіңдер? Ауылда осы. Өзің жағдайың жаман емес сияқты ол. Айтпақшы сен қалаға кетті деп естіп едім. Жалпы я қалада жұмыста. Ауылға ата-анама келген ғой. Өзіңді көріп қалып тоқтағанымда. Дұрыс. Көлік өзіңдікі ме? Жалпы я өзімдікі. Тірлік қой қалада жүрген. Ақша, мансап, еңбек. Ең басты еңбек етсең барлығы қаладан табылады ғой. Дұрыс. Өзің не істеп жүрсің ауылда? Өзім осында мамамның қасындамын. Шеберханам бар, ұсақ-түйек жұмыстар істеймін. Және тапсырыспен үстел, бесік жасаймын. Мен күн көрістің қамы ғой. Жеке кәсіпкерімін де. Жарайсың бауырым. Бірақ бар ғой, шынымды айтайыншы. Кезінде сен университет қызыл дипломмен бітіргенде бар ғой, бір қаланың бір белгілі сәулетшісі болады деп ойлағам. Сен де айтасың. Сабаққа бармай жүріп, сәулетші болады деп болжағаның қалай кетті сенің? Сабаққа бармасам да университеттің дәлізінде жүретін едім ғой. 14-ші жатақхана есіңде ме? Ана, Айнұрлардың бөлмесінен, балконнан етірлайтын кезімше. Айнұр, оны көріп қойып, сендер не қылып жүрсіңдер деп, сен сасқалақтап есіңде Я. Жай таза ауа жұттыр едің деп айтып едім ғой, білесің бе? Айнұр 5-ші қабатта тұрады. Саған бір ауа жетпейтіндей, Тоқтай тұр бауырым. Алло, айта бер. Қалай сонда? Бермегеніз. Нұрлан, жақсы кешке қонағым бол, үйге кел. Қонағым бол. Жоқ, ниетіңе рахмет бауырым, асығыспын. Одан да сен қалаға кел, мә. Мынау менің визиткам саған. Хабарлас міндетті түрде бауырым, Я, саған емесі. Жақсы. Мен қанша күн өтті? Шешетін уақыттарың болды ғой. Қалада тұрған жақсы ғой. Бірақ оны түсінетін анам болса. Енді Нұрлан айтты екен деп. Қызықсың балам. Ол дәулетті отбасынан шыққан. Жағдай болған соң алады ғой бәрін. Мама, мен ауылда жүріп шаршадым. Мен қалаға кеткім келеді. Ана қызыл диплом сармайдай сақтап жүрмін ән. Қатарымнан қалып. Балам, қит етсе қалаға кетуге дайынсың әтеуір. Қалада біреу саған майшепек дайындап отыр ма? Түсінбеймін сені. Әкеңнің аманаты аяқсыз қала ма? Ой, мама, аманат дейсің, сол аманаттың кімге керегі бар? Сен етіп дандайсы ма? Әкең тірі кезінде қалаға бармай-ақ осы шеберханамен бізді асырап баққан. Мам, түсінесің бе, қазір заман басқа. Мен қалаға бар жаңа өмір бастағым келеді. Мен қалаға кеткім келеді. Көремін сонда не болатын. Енді сен мені тоқтата алмайсың. Жетер енді. Қартайғанда қамқор болама десем, қала деп. Осы ауылдан да екі қолға бір күрек табылады ғой. Ой, сен де. Үлкен қаладағы беделді университетке түсіп, оқуын үздік аяқтаған Асан жалғыз анасының көңілі үшін ауылға оралған еді.
3 жылдың ішінде ауылдың өзгеріссіз өмірінен тез жалыққан жігіт қалаға қайтуға асығады. Алайда ол асқақ арманын осы күнге дейін анасының көңілін айырбастап келген. Ақыры төзімі таусылып, табысты кәсіпті қаланың қарбалас тіршілігінен іздеген жігіт анасының қарсылығына қарамастан қалаға аттанды. Беймазан мегаполистің қайнаған өмірі Асанға алғашқы күннен ақ аяушылық танытпады. Ерсілі қарсылық қозғалған қалың нөпірмен бірге ол да өз несібесін іздеп көрді. Ұзақ істеді. Ол ойлағандай жұмысқа тұру оңайға түспейтінін анық ұқты. Алло, сәлематсыз ба? Мен хабарландыру бойынша хабарласып тұр едім. Аха, дипломым бар. Жоқ, еш жерде жұмыс жасамағам. Жақсы. Өкінішті. Алло, сәлематсыз ба? Хабарландыру бойынша хабарласып тұрмын. Алып қойдыңыздар ма? Жарайды, жақсы. Я, кіріңіз. Ассалаумағалейкум. Отырыңыз. Қандай шаруамен жүрсің? Менің атым Асан. Хабарландыру бойынша келіп тұрмын. Бір жұмыстың реті болса. Жұмыс дейсің бе? Нені бітірдің? Құрылыс факультетін. Асан, еңбек өтілің жоқ біріншіден. Қалада тіркеуде барсың ба? Жоқ, қалаға бүгін келген. Қиын жағдай. Түйіндемен қала берсін. Енді бір жұмыс шығып жатса, хабарласуға тырысамыз. Сау болыңыз. Сау бол. Нұрлан, қалайсың? Аманшылық кім екен? Нұрлан, мен ғой. Кезінде ауылда бірге оқыған. Батыров, Асан. Асан, жағдайың қалай? Сол, жағдай жақсы болмай тұр, Нұрлан. Тыныштық па? Тыныштық болғанда қалаға келгем, кездесу керек еді. Қайдасың қазір? Мен қазір Желтоқсан мен Бөгенбайдың қиылысында тұрмын. Қазір барам, күт. Жарайды.
жалғызын алысқа жіберген қам көңіл ана жалғанда жалғыз қалғандай күй кешті. Еңсені басқан меңіреу тыныштықтың көңілсіз көрінісінен құтылу үшін де осында келген ол. Көзі тірісінде күйеуінің қолы тиген әрбір бұйым өткен күнді еске түсірсе, қала берді жалғыз ұлына деген ыстық сағыныш алаң көңілді одан әрі әуреге салды. Асан, ертерек хабарласпадың ба? Көріп тұрғандай қалада жұмысқа тұру оңай емес. Оңай емес. Әрі қарай неден бастарымды білмей отырмын. Мен де ақылдаспай қалаға жетіп келгенімді қарашы. Саған содан жұмыс табылып қалар. Бүгін ертерек жатып демалайық. Қалғанын ертең сөйлесеміз. Жақсы. Досым, бұл жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын. Рахмет саған. Рахмет айтуға әлі ерте. Қарбалас енді басталды, бауырым. Иә, қарбалас енді басталды. Осы менің жұмыс орным. Оқу бітірген соң сендер ауылға тұра жүгіргенде, мен осы қалада қалып, жарты жыл тегін жұмыс жасап, осы жерге қызметке кірдім. Нұрлан, мен бұл жерге келгем. Шын ба? Шын айтам, келгемін мен. Мүмкін сен біздің жаңадан келген бастық шығарсың. Мен әдейі сынап жүрген. Ой, сенің осы қалжыңда таусылмайды. Жүргеттік біздің бастыққа кіріп шығайық. Мен оны білем. Кеше ашық сөйлестік. Жағдайды түсіндіріп айтқанмын. Енді бірақ Нұрланның өтінішін қалай жерге тастаймыз? Ержан Нұрбайұлы, сізге көп-көп рахмет. Бұл жақсылығыңызды ұмытпаспыз. Солай ма Асан? Оны дегенім, оның үстіне сенің досың болса. Бірақ дәл қазір кеңседе жұмыстың реті келмей тұр. Құрылыс алаңында жұмыс бар. Қаласаң, Асан, жұмысқа бүгін кірісе беруіңе болады. Маған бәрібір қалада қалсам болды. Түске сәт. Сау болыңыз. Қаладағы өмірі осылай басталды. Жаңадан бой көтерген құрылыс нысанына жұмысқа тұрған Асан арманына бір қадам жақындағандай болды. Тағдыр желі, желғайық ғұмырды өмір ағысымен өз жағалауына осылайша жеткізді. Бауырым, өзің бір пысықсың ғой. Әлде бригадирдің көзіне түскің кеп жүрме? Қой, өзің бір үндемейді екенсің. Танысып қояйық, Муму. Менің атым Баха. Ішің пысып жүрген сияқты. Сабыр, бауырым. Өзің бір қызуған сияқтысың. Мен Бахамын деймін. Мен жай ғана Асанмын. Асан, олай болса, жұмысты демалып істе. Әйтпесе, зорық қаларсың. Асан, кірпішті қалағына тегіс болуын қадағала. Бір нәрсені екі рет жасайтын уақыт жоқ. Түсіндің бе? Тоқтама. Түсіндім, Данияр аға. Балапан, осы саған үй салу не тегін? Одан да ауылыңа қайтсайшы.
Саған не керек осы? Жұмысыңды білсең? Асан, жұмысты алдымен өзің біл. Ұқтың ба? Бақа, мені үйрететін сен емес, ұқтың ба? Асан, алатын айлығымыз бірдей. Сондықтан да жұмысты тең дәрежеде істеуің керек. Солай, көп еркелей берме, ұқтың ба? Өзім білемін. Мен қазір қолымды жуып келейін. Тамағым қайда? Сенікі жай ма? Атаңның құны кеткенде күн бермедің ғой маған. Не болай сендерге? Асан! Бақа! Асан! Бақа! Жұмыс кезінде тәртіп бұзғандарың үшін сөгіс жариялаймын. Саған да. Тез-тез тамақтарыңды ішіп, жұмысқа кірсіңдер бол. Бригадир, менің кінәм жоқ. Отырған адамға өзі тиісті. Черт! Қалдарың қалай, бәрі дұрыс па? Құрылыс нысанасы қалай, бәрі дұрыс. Жақсы, сау болыңыз. Отыр. Сені әдейі шақырып отырмын. Астана қаласында объект алып жатырмыз. Нұрлан досың сені әбден мақтады. Әрі құрылыстағы бригадирде сені ұсынды. Қысқасы сені Астанадағы құрылыс нысанының жауапты қызметкер ретінде жіберсе деп отырмыз. Шынымды айтсам, бұл мен үшін күтпеген ұсыныс. Жауапкершілігі жоғары. Дұрыс ұсыныс, ойлануым керек. Ой, сен де бір ойлан, тездетіп жауабын бер. Ержан Нұрбайұлы, сізге көп-көп рахмет. Сеніміңізді ақтауға тырысамын. Жақсы, іске сәт. Аяқ астынан Астанаға кетесің дегенде сасып қалдым расымен. Қуанғанды көрсең ғой. Ойлаш, Бақыт құсының ұшқаны білінеді, қонғанын көп адам біле бермейді. Көп ойланба. Уақыт аз, одан да іске кіріс. Мен сенің жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын. Рахмет, Нұрлан. Ол не дегенің, досым? Студенттік кезде талай көмектестің ғой. Мен саған бірақ рахмет айтқан жоқпын. Абайламайсың ба? Не болып қалды? Жаңа жұмысшы ғой. Шыдатпай барады. Ауыра ма? Ауырады. Жұмыс болған соң ондай болып тұрады. Салма. Жігіттер, дәрігер шақырдыңдар. Қажет жоқ, Данияр аға. Ауырғаны басылады. Сөмкеде дәрілер болу керек. Әуре болмаңдар, жігіттер. Жұмыстан істей беріңдер. Сен онда қазір тынығу бөлмесіне бар. Аяғың жазылғанша сонда бол.
керек жарақтың өзін әкеліп беремін. Қан жігіттер көмектесіңдер. Abi oylamayısın mı? Жүрек ұрғым мұндай жоқ еді. Маған не болды? Тек тыныштық бере көрші Алла. Балам, сенен басқа кімім бар? Асан аяқ қалай? Ауырған басылды ма? Жазылып келеді. Ертең жұмысқа шығам. Жата-жата зерігіп кеттім. Сен жасылап тамақшы бол. Ауырған жазылмайынша ешқайда шықпайсың. Асықпа. Жұмыс ешқайда қашпас. Байқаймын, ауырғалы бері ешқайда барған жоқсың. Осы жерде жаттың. Қалада туысқандарың бар ма өзі? Туысқандарым жоқ. Досым бар. Бірақ оны әуреге салғым келмейді. Асан, семьяда неше баласыңдар? Жалғыз баламын. Әке шешең қайда тұрады? Жалғыз анам бар ауылда. Жағдайымыз бір екен. Сені жақын тартып жүргенде тегін емес ау шамасы. Соңғы рет қашан хабарластың? Көп болды хабарласпағаныма. Ауырып қалғалы хабарласқан жоқпын. Анам уайымдайды, себебі оның жүрегі ауырады. Сондықтан да хабарласпадым. Бақыттысың. Анаң бар. Ал мен кеш қалдым. Жұмыс деп жүріп жоғалттым бәрін. Қалай сонда түсінбедім? Мен де сен сияқты қалада оқып, ауылда қалғым келмеді. Жалғыз анамды тастап, ақша табу үшін алысқа кеттім. Айлап, жылдап, хабарсыз кететін. Ауылда әкемнен қалған шаруашылықта болды. Бірақ шынымды айтсам, оны жалғастыруға құлқым болған жоқ. Анам қанша айтты, тыңдамадым. Сол шаруашылықты жалғастырсам, бүйт жүрмес едім ғой. Анам да қасымда болатын еді. Анаңыз қайда? Ол қазір жоқ. Менде қазір бәрі бар. Ақша, жұмыс. Тек анама жақсылық жасай алмағаныма өкінемін. Әкемнің аманатын орындай алмағаныма күйзелемін. Әкеңіздің аманаты қандай еді? Мен мектеп бітірер жылы әкем өмірден озды. Анаңа қамқор болып, шаруашылықты сақта, ары қарай жалғастыр деген еді. Мен ақымақ тыңдамадым. Жалғыз анамды тастап, алысқа кеттім. Айлап, жылдап хабарсыз кететінмін. Асан, денсаулық болса, жұмыста, мансапта бәрі табылады. Бірақ олардың ешқайсысы анаңның құшағын алмастыра алмайды. Айтпақшы, Асан, сен не істедің бүгін? Кететін болмасын ал? Атаңа не қылсаң алдыңа сол келеді. Мүмкін
сіздікі дұрыс шығар. Ойланам, Данияр аға. Анашым, мен сені жалғыз тастамаймын. Ренжіткенім үшін кешірші мені, анашым. Аман есен келдің бе? Жалғызым сенен басқа кімім бар менің? Құлыным менің. Жаным менің. Ұлым менің. Кешірші мені, анашым. Ақшаны да, мансапты да анасына деген сүйіспеншілікке айырбастаған Асан әке кәсібін бір жола қолына алды. Асан бастаған істі соңына жеткізуге бел шеше кірісті. Я, шаң басқан шеберхана бірнеше жылдан соң жиһаз жасайтын ірі цех болатынын ол кезде ешкім сезген жоқ еді.